Біздер проект жараттық. Енді біздер импорт экспорт туралы сөйлесіп алайық. Қараңыз, біздерде utils деген JavaScript файл болсын. Function sum ab деген return a плюс b-ны қайтаратын. Қараңыз, utils'ты main.js-ның ішінде қолдана жақпан. Main.js-ның ішінде utils'ты қолданым үшін мынау сыртқа доступны деген болу керек. Енді экспорт болды сыртқа. Енді соны ішке импорт деп алуым керек. Импорт фигурный скобкада функцияның атын жазуым керек. Құр функцияның атын sum. Енді from деймен точка осы src-дің ішінде деген точка деген utils деген сайлап алсам болады. utils .js десем болады, js демесем болады. Енді console log sum 1 мен 2-ның сумын шығар дедім. Результатын браузерде көремін, F12-ні басамын. Консолды ашам керек. Не? 1 мен 2-ні қосып 3 шықты. Сәл жақындатып көрейін сіздерге. Енді тағы бір функция жаратайын. Ол service деген папкада үшін болсын. Сервистің ішінде hello деген hello JS жаратамын. Hello world деген функцияны шығарамын. Function hello world. Console log hello world. Сыртқа доступны болу үшін бұл жерге экспорт деп жазуым керек. Экспорт. Енді соны main-ның ішіне шақыру үшін импорт деймін. Фигурный скобка функцияның атын. Қараң. src-дің ішінде сервис деген папка бар дедім. Соның ішінде hello деген файлды сайла дедім. Hello world деп шығару керек. Енді функцияны шақырамын. Hello world деп. 4 мәрте шақырып көремін. Результатын көреміз. Результаты міне. Бір папка жаратайын. Lib деген. Lib. Lib.js болсын. Экспорт деймін. Сыртқа доступны болу керек. Lib.pan. Lib деймін. Консоль. Енді осы жерде hello-ды шақырып көруім керек. Және hello болсын. Мынандай болып тұрсын. Hello world. Поисковтың өзі де айтып тұрды. Бірақ өздерін шақырып көреміз. Қараң. Осы папкада тұрпыз деген айтуымыз керек. Импорт деймін. Функцияның атын hello world. From деймін. Осы папкадан шық деймін. Бір бағана шықтым. Енді шыққаннан кейін сервис деген тауып ал дедім. Сервис ішінде hello-ды шақыр дедім. Мына 2 точка осы папкада шығу деген. Егер 1 точка болса, осы папканың ішінде деген. Енді lib'ті main-ның ішінде шақырып көремін. Оның үшін ансат жолы бар. Функцияның атын жазсам болады. Мынандай болып, поисковтың өзі подсказка береді. Ctrl space-ті бассаңыз. Lib деймін. Ctrl space. И фигурный ойын жіберген мысалы. Поисковтың өзі подсказка беріп шақырып берді. Көреміз енді. Результаты hello world lib.js шықты. Және ішінде hello шықты.